Аграрлық бағытта білім алып жатқан студенттер жасанды интеллектіні ауыл шаруашылығына енгізіп жатыр. Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті заманауи дрондардың көмегімен егін алқаптарын бақылап, сандық шешімдерді іске асырды. Бұл бастама Ай-сана ұлттық бағдарламасы аясында жүзеге асты. Бағдарламаның алғашқы кезеңі анықталып, 9 мыңнан астам сертификат табысталды. Ең қызығы әлі алда. Күзде студенттер нейро желілерді қолданып, өз стартап жобаларын жасайды. Университетте оған қажетті барлық жағдай жасалған. Смарт зертхана, жасанды интеллект пен дрондарды енгізу орталықтары жұмыс істеп тұр. Қазір жасанды интеллектті оқытуға министрлік тарапынан бөлінген жобада 19 қызметкеріміз, оқытушыларымыз білім алып жатыр. Және олар өздерінің курстарын құрастырып, 2025-26 оқу жылына сол курстарды студенттерге білім беруге енгізуді жоспарлап отырмыз. Осы жасанды интеллекттің қолдану аясында 5 жасанды интеллект көмекші құралы жасалып, енгізілді университетте. Қазір апробация жүріп жатыр. Бағдарламаға басқа да жоғары оқу орындары қатысуда, атап айтқанда халықаралық ақпараттық технологиялар университеті мен Қорқыт Ата атындағы университетте жасанды интеллект саласының мамандарын дайындап жатыр. Жалпы ел бойынша 26 жоғары оқу орнының студенттері нейро желілердің негіздерін меңгерді. Ал кең аудиторияға арналған базалық курстарды 650 мыңнан астам тыңдаушы сәтті аяқтады.